Мен Берікбол Мұратұлы, Чоңқа Халық Республикасы, Шинжаң Уйғыр автономиялы районы, Іле Қазақ автономиялы облысы, Тарбағатай аймағы, Қобықсары ауданы, Текбісу ауылы Шымдың қыстағының тұрғынымын. Менің арыз берудегі себебім, Қытай үкіметі менің әкем Мұрат Қабдешұлына 1997 жылдан 2046 жылға дейін, яғни 49 жылға жайылым жер көтереге берген. 2018 жылдан 2023 жылға дейін 5 жылдық жайылымды тыңайту сомамызды заңсыз себептермен Қытай үкіметі әлі күнге дейін бермей отыр. Менің әкем Мұрат Қабдешұлы атынан және өзім Отау семья атынан алатын 5 жылдық жайылымды тыңайту сомамыз, яғни 200 мың юань көлеміндегі сомамызды Қытай үкіметі бермей отыр. Мен халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарынан, бірлескен мемлекет ұйымдарынан және де басқа халықаралық ұйымдардан осы арызымды өндіріп берулерін сұраймын. 2023 жылы 3 айдың 16-сы.